Адамның жүрегіне кіргізетін үш терезе бар. Оның біреуі көз, біреуі құлақ, біреуі тіл. Осы үш терезе жабық болған кезде адамның жүрегі таза болады. Адамның жаны сау болады. Сенің көзің харамға қарай берген сайын сенің жаның кірлеп кетеді. Сен Алланы көре алмай қаласың. Көкірек көзің ашылмай қалады. Сенің құлағың өсекті тыңдай бергеннен, ғайбатты тыңдай бергеннен, боқ ауызды тыңдай бергеннен сенің жүрегің кірлеп кетеді, жан дүниең ластанып кетеді. Сенің тілің ғайбатты айта берген сайын, сенің тілің өсек айта берген сайын, сенің тілің боқтай берген сайын, сенің жүрегің кірлей береді. Сенің жаның ластана береді. Ал мына жан деген жігіттер бұл негіз. Мына дене, ол негіз емес. Бұл киім. Бүгін бар, ертең тастап кетесің. Өлсе өлер табиғат, адам өлмес. Бірақ ол қайта келіп мына дүниеге ойнап күлмес. Менімен менікінің айырылғанын өлді деп ат қойып апты, өңкей білмес. Мен деген жан бұл. Менікі деген дене мынау. Осы дене қалады, үйіңде қалады, сенің атың мәйіт болады. Ал жан, ол анжаққа кетіп қалады, Аллаға қайтады. Осы жанды сақтау керек. Жанды немен сақтайсың? Жанды үш нәрсені қорғаумен сақтайсың: көзің, құлағың, тілің. Сол кезде сенің жаның аман болады.